сәлеметсіздер ме? Сіздермен Жұлдыз. Егер сіздер күнделікті тағамнан шаршасаңыздар, осы тағамды жасап үйренейік. Бұл өзбек халқының тағамының бірі хамир хасиб. Бұл тағамды ерекшелендіріп табада пісіреміз. Ол үшін біз ең бірінші қамырын илеп аламыз. Ұнымызды алып, ортасына жұмыртқамызды саламыз. Салқын суға тұз салып ерітіп, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты жұмсақ болмау керек, мантыға илеген сияқты илейміз. Қамырымызды 5-10 минут көлемінде илейміз. Илеп болған соң бетін жауып тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша біз көкөністерімізді аршып, тазалап, жуып, турай береміз. Ең алдымен пиязымызды турап аламыз, сәбізімізді, болгар бұрышын, ашты бұрышты қосып турап аламыз. Және де картопты да тураймыз. Біз пиязымызды ұсақтап тураймыз, ал қалған көкөністерді видеодағыдай үлкенірек етіп турай берсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Пияз, сәбіз, болгар бұрышын турап болғаннан кейін картопымыз бен қызанағымызды тураймыз. Картопымызды да ірі етіп тураймыз, қызанағымызды ұсақтап төртбұрыштап тураймыз. Қызанағымызды ұсақтап тураймыз. Қызанақты қоспасаңыздар да болады, ол шарт емес. Табамызға май құйып қыздырамыз. Қатты қызған кезде пиязымызды салып, алтын түстес болғанша қуырамыз. Артынша қызанағымыз бен сәбізімізді саламыз. Салып, араластырып, табамыздың бетін жауып қоямыз. Арасында араластырып тұрамыз. Сәбізіміз қуырылған кезде үстіне дәмдеуіштер саламыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, кориандр, паприка саламыз. Оның үстіне картопымызды салып, қызыл бұрышымызды саламыз. Араластырып, бетін жауып қоямыз. Сонымен қатар картоппен бірге жасыл бұршақ та салдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша саласыздар. Картопымыз қуырыла бастағанда үстіне томат пастасын және су құямыз. Суымыз қайнай бастағанда тұзымызды саламыз дәміне қарай. Тұзды салып, отты бәсеңдетеміз, азайтамыз. Енді біз салмамызға көшеміз. Тартылған ет пен пиязымызды алып, бұрышын, дәмдеуіштерді, тұзын саламыз, араластырамыз. Біздің қамырымыз тынды. Оны жайып алдым, үстіне май жағып, біз енді тартылған етімізді саламыз, үшбұрыштап бөліп аламыз. Қанша бөлікке бөлетініңізді өзіңіз шешесіз. Осылай орап шығамыз. Салмасын саламыз да орап аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ.
тез пісетін тағамдардың бірі. Бәрін орап шыққаннан кейін табамыздың картопымыздың үстіне орналастырамыз. Орналастырып болдық. Енді картоптың суынан үстіне құйып шығамыз. Құрғақ болып қалмасын, дәмі бір-біріне үйлесіп тұрсын деп құямыз. Енді бетін жауып пісіреміз. Міне біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Кеңес берем жасап көруге. Сіздерге ас болсын, біздің тағамымыз дайын. Менімен бірге болып соңына дейін қолдағандарыңызға рахмет. Егер сіздерге менің каналым ұнап жатса, видеоларды жоғалтып алмау үшін жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.